Жаңаөзендегі азық-түлік дүкеніне қарақшылық шабуыл жасалды. Беттеріне бетперде киген 3 күдікті сатушыны тапаншамен қорқытып, кассадағы 400 мың теңгені алып кеткен. Полицейлер бір тәулікке жеткізбей, қарақшылардың біреуін қолға түсірді. Рахат ауылындағы Ерқосай дүкеніне түнгі сағат 11:30 шамасында қарақшылық шабуыл жасалады. Беттеріне бетперде киген 3 жігіт тапаншамен кіріп келіп, кассадағы сатушыны тапаншамен қорқытады. Бос бөтелкені сатушыға лақтырып, жиналған кассадағы 400 мың теңгені алып кетеді. 3 жігіт келіп, маска киген, бізге бутылка лақтырып, мылтықпен қорқытып, осы жердегі ақшаның бәрі, саудадағы ақшаның барын алып кетеді. Бірден 102-ге хабарлап, сол полиция қызметкерлерін шақырып, ешқандай зақым ештеңе келген жоқ. Ешқандай зақым ешкімге келген жоқ. Ешқандай ештеңе сындырып? Жоқ, ондай сынған жоқ ештеңе. Ізін жасырмақ болған қарақшылардың біреуін жедел іздеу тобы бірден қолға түсіреді. Ол бұрында дәл осындай қылмыс жасап сотталған 21 жастағы Жаңаөзен қаласының азаматы. Күдіктінің іс-әрекеті қазіргі кезде Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 192 бабының 1 және 4 тармақтарымен сараланып, оған қатысты күдікпен ұстау бұлтартпау шарасын қолдану жөнінде Жаңаөзен қалалық тергеу судьясына жолданып, күдіктінің қасындағы қазіргі кезде 2 күдікті іздестірілу үстінде. Ақша үшін қылмысқа барған күдіктілердің ісі тергеліп жатыр. Қылмыс дүкенге орнатылған бейнебақылау камерасының көмегімен ашылып отыр дейді полицейлер. Райымгүл Махамбетова, Қаршабай Түрев, жаңалықтар.